Жігітім тұр алдыңда, айт енді сырыңды, жасырған қулығыңды, тәтті қылығыңды. Тұлпарларды залап өмір ағады, түн мұңап жұлдыз жанада. Бұл өмірде ғашығын көр болдым мен, сол бір ақын жүрегіңе жаралы. Жүрегіңнің мұң жарасын бер маған, жанарыңның мұң наласын бер маған. Бұл күндерді мен сыйлайын саған, бақытымды айырбаса қайғыңа, махаббатты мәңгі арнайын мен саған. Махаббатты мәңгі арнайын мен саған. Айденді құлағыма Бүгінгі менің стористерім осы айнада өтетін сияқты. Тағы да сұрап жатсыздар менің образымды толықтырып тұрған осындай аксессуарлар, әп-әдемі жарқырап тұрған, мен одан әрі жарқыратып тұрған мод винтаж дүкенінен жалпы осы уақытқа дейін бір-екі рет белгілеп кеткен болатынмын стористарымда, бірақ сіздер тағы да сұрап жатыр екенсіздер, сенің аксессуарларың қай жерден, киімдерің қай жерден деген сияқты. Мен сіздер үшін арнайы тағы да астына белгілеп кететін боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, қараңыздар, ішінен сіздерге өздеріңізге ұнайтынын тауып аласыздар деп гарантия бере аламын. Қараңыздар, қандай әдемі. Осындай. Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бұл менде образ осындай. Бұл двойка сияқты есептелетін көйлек. Қараңыздар, ішіне осындай платье, как сарафан, бес сыртынан осындай келіп сияқты жүретін көйлек. Бұл көйлек Каролинекс дүкенінен, кассетімен прям фигураны подчеркивать етіп тұрады. Инстаграмын қалдырамын, көрсеңіздер болады. Және де бүгін 14:30-да Евразия бірінші каналын қосып ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәтті күн тіледім. Айтып жыласай, білейік та не үшін жылап атқанын. Бір қыз хафиз болған ғой. Бір қыз хафиз болыпты ма? Хафиза болып па? Құран жаттап па? Көре алмай жылап отырсын ба енді? Жоқ, папасы сөздеріне жылап отыр. Айтасыз, енді көре алмай отырмын деп, ішім тарлау деп. Міне. Біз өмірде екі ақ адамды көре алмаймыз. Айдана екеуміз. Бірінші Меккеде жүрген адамды көре алмаймыз. Екінші хафиза адамды көре алмаймыз. Өткені біз әлі Құран жаттамадық. Алхамдулилла, Құран оқимыз, но жаттамадық. Болды, жыламай, тамағын ішіп ал енді. Иншалла хафиза боламыз бір күн бізде. Бұйырса. Біз біреу байып кетті деп жыламаймыз ше. Біреу андай шетелде жүр екен, біреу андай керемет болып жатыр екен деп жыламаймыз. Хафиза болып кетсе, Меккеде жүрсе жылаймыз.